Сәлем достар, қалайсыздар? Бізде бүгін Балқаш көлінің жағасында осындай керемет оформлениеда туған күнімізді бастамақшымыз. Бізде бүгін Зинекоштың 2 жас туған күні. Біз соған орай осындай оформление дайындадық. 2 палатка және де осындай тапчан жалдаған болатынбыз. Ішінде өзіміз отырдық отбасымызбен. Мына жақта сіздерге көлді көрсетіп кетейін. Балалар ар жағында уже шомылып жүр. Онда бізде шашлык пісіп жатыр. 2 ағамыз шашлыкты бізге күшті қылып дайындап берді. Шашлык өте күшті шыққан. Рахмет сіздерге. Міне осындай бір шара, бір кастрюля шашлык пісірілді. Біз туған күн оформлениелерге дайындалып болғанша балапандар суға түсіп келіп, қарындары ашып, шыдамай уже тамақты, то есть пицца, тортты жеуге кірісіп кеткен болатын. Балапандар болса уже торттың свечкаларын қойып, торттың оформлениесін кішкене сөйтіп бұзып алған болатынбыз. Но ештеңе етпейді, бала болған жерде ондай болып тұрады. Біздің балапандарымыз тамақтарын жеп, одан кейін Зинекошқа тортын ұсынуға кірістік. Туған күніңменен бірге, туған күніңменен, туған күніңмен Зине, туған күніңменен. Ал свечка ренди ма? Амде. Ам-ням-ням-де. Уф дейді, уф дейді әне. Апте. Ням-ням-де. Амьёка. Апте. Көлдің жағасы керемет. Балапандарымыз осылай топырақпен де, сумен де біраз ойнап, біраз көңіл көтерген болатын. Артында ракушечка тұр. Қазір балапандар соған фотосессия жасайды. Фотосессиядан да үзінді фотолар салатын боламыз. Міне біздің именинница Зинекошка 2 жасқа толып жатыр. Туған күнімен құттықтаймыз, Зинекош. Не ол? Лаки. Ух ты, Она мне торт. торт. Зачем тарда? Марикош пен Зине тоже торт істеп жатыр, иә? Русалканың жемчужинасы кетіп қалды. Қайда кетіп қалды? Русалканың жемчужинасы. Қане. Біздің барлық қыздар. Бұдан кішкентайлары енді русалка қиналмай түсінбейді да, оны. Русалка деген не екен, иә? Қандай керемет біздің қыздар. Біздің осындай русалкаларға лайк басуды ұмытпаңыздар.
экскурсияға дайындық. Кипот қой. Кипот. Русалочкалар. Я қарауына. Ayşe sen oğlum.